Құрметті көрермендер, мен Ағарке Дабылова Бақытжанқызы. Астана қаласындағы 2-ші өнер мектебінің дәстүрлі ән жазған кәсіпкері ұстазымын. Бүгін біздің тақырыбымыз Нұртуған Кенжеұлының Мәуіннәс деген дастаны болады. Тақырыпқа оралмас бұрын алдымен сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабақта Ермекбай Лиза, 2-ші сынып оқушысы. Лиза маған домбыраны берді, алдымен дауыс шаттығын жатағылай. Дауыс шаттығын жасаймыз. Біріншімен, сосын сон қайталайсың, жақсы ғой. Ота. Шабысты ат, шалыс шаппас. Шалыс шапса, алыс шаппас. Бірге қой. Шабысты ат, шалыс шаппас. Шалыс шапса, алыс шаппас. Жақсы. Енді келесін оқиықшы. Лаула, алау, алаула. Лаула, алау, лаула. Лаула, алау, лаула. Алаула, алау, алаула. Алаула, алау, алаула. Енді жылдамдықты қоса. Лаула, алау, лаула. Лаула, алау, алаула. Алаула, алау. Алаула, алау, алаула. алаула. Енді іс қимыл арқылы айтып көрейікші. Қолды маман берді, домбырамызды қойып. Енді пай, пай. Пай, пай. Жайылып жүр тай. Жайылып жүр тай. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай. Ұшып кетті. Ұшып кетті. Торғай. Торғай. Сен дыбысты іс қимыл арқылы жаттаған уақытта саған тиімді болады. Балаға қолайлы болсын. Енді домбырамды ала қойып отырып, жаттығуды жасадық. Енді мен үйге тапсырма берген болатынмын. Бүгінгі өтетін тақырып Нұртуған Кенжеұлының шығармасынан бізде ән қоржынымызда бар. Бей болмас берік жалға оған менен атты тербесі. Соны орындап тұр. Есіңде ма? Бей болмас, белін жалпақ буған менен. Не дейді? Не деп тұр бізге? Яғни, бей болмас, белін жалпақ буған менен, ағармас, асыл арам руған менен. Яғни, асыл деген түбі, ойы арам адам болатын болса, оны қанша жерден әдемілеп сәндеп қойсаң да, оның ойы арам, ол ағармайды деп тұр.
Яғни би болмас бидің жалпақ болғанменен бізде мына анау бүйткен жоқ, мынау сөйту керек деп ақыл айтады, бірақ іс жүзіне келген уақытта елді де өзгені де басқара алмайтын адам бар. Яғни осы қасиеттің ойда болмау керектігін айтып жатыр. Ағармас қанша арам жуғанменен ойласам ақыл басқа, ажар басқа. Яғни не дейді? Ойласам ақыл басқа, ажар басқа. Қазақ айтады ғой, ақылды көркі сай екен дейді. Яғни сен боласың ғой, сен әзір әппақ қағаз секілсің. Сенің бойыңда ешқандай мін жоқ. Ал сенде не болу керек? Сен ақылды болу үшін біз не білуіміз керек? Сабақты дұрыс оқуымыз керек. Одан кейін біз білімді болуымыз керек. Яғни барлығы кім үшін? Адам үшін. Яғни ақылды болсаң да, ажарлы болса, адамның өзінің басты мүддесі үшін айтылады. Мына жырда көкем 4 жолы болсын, бұл насихат алдымен өзіңе айтылады. Содан кейін біз бойымызға сіңірмеген барып, біз көпшілікке оны насихаттаймыз. Түсіндік қой бұда? Ендігі мәселе, бүгін біздегі тақырып Нұртуған Кенжеұлы. Нұртуған Кенжеұлы Арал ауданы Мырзастау ауылында дүниеге келген. Оның әкесі күйші адам болған, ал анасы шешелесі болған. Небәрі 13-15 жасынан бастап өлең жаза бастаған. Біздің қазір үйленгелі отырған дастанымыз, Мәуіп деген дастаны, небәрі 19 жасында жазып бастайды. Бұл дастан 10 мың жолдан тұрады. Ол бүкіл ноғайлы түркі әлеміне ортақ дастан, яғни едіге туралы айтады. Ал біздің орындайын деп отқан дастанымыз Нұртуған Кенжеұлының нұсқасында. Небәрі 21 жасында осы дастанды жазып болады және дүниеден өтіп кетеді. Енді болдам, біз осы дастанға алдымен отырмас бұрын, бізде мұны арық емес қатуның деген би шешенің сөзі бар. Осыны мен саған берген болатынмын. Біз әуелден домбыраны біз әнді үйрендік, жаңа термесін орындадық, термені үйрендік. Одан кейін көлемді дастанға отырмас бұрын, біз би шешенің қысқа жолын айтып үйренуіміз керек. Содан кейін барып дастанға отырамыз. Сол тұста мен саған тапсырма берген болатынмын. Қаракесек пен Қыпшақ руының арасында айта ғой, еке тапсырма бір. Ертеде Қаракесек пен асықпа. Енді бота қара. Сен екі адамды баяндайын деп тұрсың. Ол біздің үлкен дастанға деген дайындығымыз. Асықпа. Ертеде Қаракесек пен Қыпшақ руларының арасында бір дау болады. Болған жайтты баяндаймыз. Айта ғой. Ертеде Қаракесек пен Қыпшақ руларының арасында бір дау болады. Асықпа. Дауға Қаракесек қаз дауысты келіпті. Қаз дауысты келіпті. Амандасып болған соң Қыпшақ биі, арғынның биі сөйле депті. Сонда Қазбек былай депті. Енді болдан қара. Сен бұл жерде екі адамды әңгімесін баяндауын керек. Біздің мына дауыс ырғағымыз салмақты болу керек. Осы тапсырма биге берілген болады. Қазір тағы да мен саған қайталап айтайын. Ертеде Қаракесек пен Қыпшақ руларының арасында бір дау болыпты. Дауға Қаракесек қаз дауысты келіпті. Амандасып болған соң Қыпшақ биі, арғынның биі сөйле депті. Сонда Қазбек би былай депті деп, әрі қарай осы қалған өлең жол біз маған басалып орындаймыз. Тағы бір қайталап өтейік, сосын әуенге қосып орындаймыз. Айта ғой. Ертеде Қаракесек пен Қыпшақ руларының арасында бір дау болады. Дауға Қыпшақ би келіп, арғынның биі сөйле депті. Сонда Қазбек би айтқан жауабы. Енді орындауға. Арғын емес қатуған, қара жерде татуған, көшіршілі кезде түйе басады. Жетімдік болса қызғазады, жаугершілік болса егер, табындағы бие зады. Табындағы бие зады депті. Деп жауап беріпті. Енді бұл бізде дастанға дейінгі дайындық болды. Осы үй тапсырмасын үйде тағы да тыңғылықты дайындаламыз. Ендігі қазір Нұртуған Кенжеұлының едіге дастанын
саған орында беремін, менің көмегімен. Қазір мен саған мына жерге бейне жазба қоямын. Балапан телеарнасы арнайы қоңырқас күйіне түсірілген. Осы Нұртуған Кенжеұлының мына дастанның үзіндісін орындаймын. Дәл осы орындалатын бейне мына қазір сенің көз алдыңда тұрады. Ол бізге не үшін керек? Яғни мәтінді тереңінен жаттау үшін, яғни көз арқылы қарап отырып, мәтінді ойымызға сіңіреміз. Иә? Сол заман салқын түсі сабалауға, желдебе шаршадамыз әсет болған, аспанда аудан аңғыштар жоқ көгеріп, жүзінде сабылған. Ағаштың жапырағы жасаңдарда, ешкім мәлесі неше түрлі салбыраған, табиғат тылсымында тәнті болып сол заман көрген адам маужыраған. Өмірде бұл шамадан бой тазалап, аңғарып жатыр болып қорқып тудан, анықтап көре алмады не болғанын, қарасын қайтып алып жасырынған. Дәмелі бір бәйтерек суға жақар, айрықша соның түбі болған. Өтпей-ақ көп уақыт әлгі қулар сөйлесіп адам болды абырлаған. Перінің үш қызы көлдің жағасына келіп қонады. Әр жұма сайын перінің қыздары осы жерге келіп суға түсетін болған. Сол сәтті Мәулім өз көзімен көреді. Үш қыздың бірі кенжекей қызға ғашық болып қалады. Осы жерде сурет бейнебаян арқылы мен саған баяндап бердім. Енді жаңағы саған айтып берген жырды мен үйге тапсырма алып беремін. Яғни мына 4 жолда сол заман салқын түсі бұзауалауған, шіл емес, шарша тамыз әсет болған, аспанда аудан ақ бұлт жоқ, көк жүзіне салқын толған. Яғни сол сәтті баяндап жатыр. Осы небәрі міне 4 жолда үйге жаттауға беремін. Яғни қараөңген қылып жаттаймыз. Содан кейін барып, би болмас берін жалпақ болғанменен Нұртуған Кенжеұлының келмесі бар ғой. Сол мақамды осы жырға салатын боламыз. Яғни осы мақаммен орындаймыз жырды. Түсіндіре алдым ғой? Иә? Үйге тапсырма осы бөлікті қараөлең қылып жаттап береміз. Иә? Қазір бізде жырда айтылған сөздердің мән мағынасын саған түсіндіріп берейін. Көне сөздерге тоқталсақ, иә? Дүние деген не? Иә, өмір. Иә, дүние қазір біз өмір деп отырмыз, иә? Одан кейін пері деген періштеден төмендеу, адамнан артық үлесті. Яғни періштеден кейінгі жаратылыста пері деп айтатын болған. Мына жырда кезігетін сөздерді жатырмын, иә? Пері деген ол жаңағы көзге көрінбейтін құбылыс. Қазір осы күні біз ол сөзді қолданбаймыз. Пері деген яғни періштеден төмендеу тұратын бұл алланың бір жаратылысы. Иә? Одан кейін хақ деген, яғни ол хақ деген бізде қалай саған түсіндірейін балам тілімен? Хақ деген, яғни рас деген сөз, ақиқат деген сөз айтылады, иә? Одан кейін теріс деген, ол теріс деген қазір біз дұрыс емес деп қолданамыз, иә? Теріс дұрыс деп айтылады, иә? Мына көтерген сөздердің мән мағынасын талдадым. Ендігі тапсырма түсінікті ғой? Үйге берген тапсырма түсінікті. Би шешенің сөзін қайталаймыз. Одан кейін би болмас берін жалпақ болғанменен термені мақамды қайталап бойға сіңіреміз, жаттаймыз. 4 жолда үйден мәтін қылып жаттап береміз. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Қош, аман, сау болыңыздар.